Сендер отырыңдар. Ал балдар, тақтаға қарай, бүгін енді психологиялық ахуал қалыптастырып алайық, орнымыздан тұрайық. 3 шапалақ әдісі бойынша көңіл күйіміз қандай? Сабаққа дайынбыз ба? Сабақты ойдағыдай аяқтаймыз ба? Жақсы, отыра қойыңдар. Қазір балалар мына жерде суреттер тұр. Содан алайық бір-бірден, е? Алайық. Бір-бір суреттен аламыңдар, ала бер. Енді алдыңдар ма суреттер? Қандай суреттер алды? Кімдікі сары, кімдікі жасыл. Жасыл топ мына жаққа, сары топ мына жаққа отырамыз, е? Жасыл мына жаққа, сары түймесі барлар мына жаққа ауысамыз. Отыра ғой. Ал енді балдар. Мына жерде мен адасқан сөздер ойыны үй тапсырмасын тексеру. Өткен сабақтардан алынды. Мынаның ішінде кесілген сөздер бар, е? Осыған керекті қажет мал табуымыз қажет. Бәріміз алайық, ашайық, ақылдасайық. Дұрыс. Жақсы. Енді жеп. Сонда не болды? Ана, шеберхана, жіп, алаша, ұршық, өрмек, ине. Жақсы, өте жақсы. Сендерде? Ана, шеберхана, ине, жіп, ұршық. Осы әркей орнына қоямыз қайшыны. Енді балалар жалғасын тәп әдісі арқылы біз мына берілген сөздердің бас сөздер берілген, соның аяқ жағын ары қарай өзіміз жалғастыруымыз қажет. Тақтадан оқимыз. Бірінші қыс мезгілінде дейік, ары қарай өзіміз ойымызды айтамыз, е? Ақылдасып отырыңдар. Менің анам, әжем жүндікті киіз, атам былғарыдан, әкем ағаштан. Өткен сабақтарда біз әкеден үйренгенім, әжемнің айтары деген тақырыптар бойынша біз өткен болатынбыз, е? Ал әкей айта ғой. Қыс мезгілінде аяз болады. Жақсы, күн суытады екен, е? Отыр, жақсы, жібек. Менің анам тігінші. Тігінші, жақсы. Отыра ғой. Тағы Раяна. Әжем жүн тігіп, киіз басып, маған үйретті. Жақсы. Тағы да. Атам. Атам бұлғарыдан Не жасайды? Атам бұлғарыдан Қамшы жасап үйретті, е? Жақсы, отыра ғой. Әкем ағаштан. Әкем ағаштан торайларға үйшік жасады. Иә, торай жақсы, е? Үстінде жақсы. Жақсы, өте жақсы. Екі топта белсенді. Ал енді балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз анамнан үйренгенім. Демек, қадау дейді. Оқу мақсаты бізде материал қасиеттері сипаттамасына жұмсақтығы, беріктігі, түсі, пішіні, көлемі туралы бізге екінші ұсынылған материалдардан жұмысты орындаудың тиімді тәсілдерімен қазір өзіміз жұмыс жасап үйренеді екенбіз. Материалдармен, құралдармен жұмыс жасауда қауіпсіздік ережелерін сақтау дейді. Сабақ барысында біз жұмыс жасар кезде қауіпсіздік ережелерімен таныс боламыз. Сабақтың мақсаты бүгін
түймеге сипаттама бере отырып, оны қадау тәсілін меңгереміз. Енді балалар, мен сендерге талқылау сұрағын қояйын. Өздерің ойларыңды айтамыз, е? Ананың өз қолымен жасаған бұйымы бар ма? Бар. Иә, бар. Ол маған байпақ тоқып берген. Иә, мамасы байпақ. Айта ғой. Анам маған жылы жемпір тоқып берді. Жақсы, әкей. Анам маған байпақ тігіп берген. Байпақ тігіп беріпті. Маған менің анам жастық тігіп берді. Жастық тігіп беріпті. Раян, айта ғой. Иә, маған да мамам жастық тігіп берген. Жақсы, отырады. Ал енді аналарың өзі үйде қандай да бір өнер түрімен айналса ма қазіргі кезде? Қандай да бір өнер түрімен? Айта ғой. Тамақ жасау өнер түрімен айналысады. Тамақ жасау, е? Түрлі түсті тағамдарды, киім тігетін шығар, е? Жақсы, отыра ғой. Менің анам әнші, дауысы өте керемет. Жақсы, Менің анам неше түрлі шапаларды тігіп үйреніп жатыр. үйреніп жатыр екен, жақсы. Жібек айта ғой. Менің анам неше түрлі жастықтар, киімдер, байпақтар тігеді. Жақсы, отыра ғой. Раянаның мамасы қандай өнермен айналысады? Менің анам маған да тамақ жасау өнерімен Айналысады екен, не? Жақсы, отырады. Енді балалар кітапта оқулықтағы мәтінді оқиды. Алтынай оқи ғой дауыстап, қалғанымыздың тыңдайық, е? Ойларыңды айтасыңдар қазір. Түйме киімнің екі жағын қапсыра біріктіруге арналған бұйым. Түйме алғашында ұлы қабыршықтарынан, кейіннен ағаштан, сүйектен, әйнектен, алтын, күмістен де жасалған. Оны әшекей бұйым ретінде қолданған. Жақсы, отыра ғой. Сонда түйме қандай бұйым екен? Әшекей бұйым, және де киімге қапсыра тігу арқылы арналған бұйым екен, е? Алғашында оны неден жасаған? Ұлы қабыршықтарынан, қабығынан жасаған. Ал кейінде қандай түймелер шықты? Кейінгі кезде? Ағаштан, сүйектен, әйнектен, алтын, күмістен де жасалған. Жақсы. Енді балалар, мына жерде мен сендерге қазір тапсырма беремін. Сол тапсырмада өздерің ойларыңды айтасыңдар, е? Түйменің, жаңағы киімге қандай? Екеуің ақылдасып, жаңағы. Мұнда жаңағы тапсырмада, мысалы, түймені не үшін қолданамыз? Түймені не үшін қолданамыз? Одан кейін жаңағы киімге қапсыру кезінде не істейді екенбіз? Түрін айтасыңдар, қандай қапсырма, түймелердің. Одан кейін олардың қазір бұрынғы мен қазіргі кездегі түймелердің. Одан түймемен қапсырманың айырмашылығы. Екеуін салыстырып көреміз. Ал суретке қараңдар асықпай. Мынау қапсырмалар қарайтын болсаңдар, е? Мынау түйме, қапсырма, мыналар жаңағы ілгектер қарап отырсаңдар. Енді осылардың айырмашылығы, жаңа түймеден қандай айырмашылығы бар? Түйме қандай зат? Қапсырманы түйме сияқты ма? Жоқ. Киімде, жемпірлерде түймеленеді, оны тағу арқылы. Ал қапсырма қандай? Оны біз Көбінде қайда кездеседі қапсырма? Қандай бұйымда?
елестетеді. Қарасаңдаршы суретте тұр ғой міне тапсырма. Иә, қазақы ұлттық киімдерде және камзолда, иә, шапандарда шапаны екі шетін істеп біріктіру арқылы қапсырылады екен, иә? Жақсы. Алтынай ойындайшы, иә? Тапсырма ол бір-біріне жабысып киіледі. Ал түйме ол Киімде қайтып тұрады. Тағылып тұра ма? Киімде тағылып тұрады, иә? Біз оны кимелейміз. Тапсырма жабысып тұрады. Иә, жабысып екі жаққа артылып тұрады екен. Айтады ойында. Тапсырма ол бір-біріне қосылу арқылы жасалады. Бір-бірінен айқасады. Ал түйме болса, түйме былай айналып келіп осылай тұрады. Әдемі болып көрінеді. Жақсы, өте жақсы. Ал өзінің камзолында түйме ма, қапсырма ма, ілгек па, қайсысы тұр? Менің камзолымда ілгек тұр. Ілгек тұр екен, жақсы. Сонда біз бұйымдағы жаңағы заттарды біз ажырата алады екенбіз, иә? Түріне қарап отыраға. Жақсы, өте жақсы қатысып отырсыңдар. Енді балалар, біз практикалық жұмысты бастамас бұрын қауіпсіздік ережесін есімізге сақтайық, тыңдайық. Енемен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелері қобдишада сақтауымыз керек, иә, енені. Партаның үстінде тастай салуымызға болмайды. Енемен жұмыс істеу кезінде қасындағы оқушыға не істейміз? Кедергі жасамауымыз керек. Ине мен көздің ара қашықтығы қанша сантиметр? 30 сантиметр болу керек. Ал инені киімге, пердеге қадауға бола ма? Болмайды. Тегу кезінде иненің жібін тіспен үземіз бе? Жоқ, болмайды екен. Инеге жіпті өте ұзын етіп сабақтауға бола ма? Жоқ, болмайды екен. Инені тістеуге, ауызға салуға да болмайды екен. Ұқтыңдар ма? Инемен ойнауға да болмайды. Біріне бірі кіріп кетеді, ол байқаусызда. Ал енді иненің басы іші сынған жағдайда оны пайдалануға бола ма? Болмайды. Өйткені оны сынған жағдайда не істеуіміз керек? Кімге жеткіземіз? Мұғалімге жеткізіп, жаңағы оны қауіпсіз жерге тастауымыз керек екен. Осыны естен шығармаңдар. Енді кітапта берілген тапсырма бойынша біз қазір жұмыстың орындалу реті, жаңағы қауіпсіздік ережесін есімізге түсіріп алдық. Енді біз жұмыстың орындалу ретімен 4 түрлі, жаңағы 4 түймеге түсіне сәйкес жіптерді таңдап аламыз. Берілген жаңағы өзімізде түймелер бар ғой. Соған байланысты біз жіпті де таңдап аламыз. Әркімде енді жіптің несіне қарай, түймеде енді қараймыз қазір. Одан кейін инеге жіпті сабақтап аламыз қазір. Ұзын қып сабақтамаймыз. 4 тесіктің бірінші рет орындайтынымыз параллель. Жаңағы екі жағы біріне бірі қарама-қарсы тігінен белгілейміз де, екінші түймені айқастырып, X сияқты, кешіріңдер, X сияқты тігетін боламыз. Ол үшін маталарында қолдарына алыңдар. Инені алып сабақтап аламыз. Артық затты партаның шетіне төгін жасамайтындар қояйық. Инені байқаңдар, жерге түсіріп алмаңдар. Түйіншек дейміз. Түймелерің алдында тұрсын. Жақсы. Енді түймелерің қайсысы? Екілік, енді 4 бар. Бірлік түйме алып, матаның шет жағынан ортасына қарай тігеміз. Сен? Енді инем қайда? Байқа түсіріп алмаңдар, Ақ түйме жоқ қой. Ақ түйме бар ма? Ақ жіп сабақтапсың? Міне, ақ түйме бар. Міне, ақ жіп болса,
ақ жіпке, ақ түймеге ақ жіп. Түймелеріңнен түсіне қарай жіпті таңдайсыңдар. Ұқтыңдар ма? Сенде қайсысы бар? Қара жіптен, қара жіп. Бар ғой, қатын жіптейміз ғой. Шетінен ұстайсың, мынаны домалатамыз, бұлай тартамыз. Қалай түйіншек дейміз дедік, қара. Мына шетін ұстаймыз да, екі шеті бірдей болу керек. Жібі бір ұзын, бір қысқа болмасын. Міне. Жіпті біраз қандай алып қойыппыз? Жібі алып қойыппыз. Дұрыс. Иә. Тағы бір рет осының астына шығасың, бұлай айналып. Жақсы, енді төрттік. Төрттік бар ма? Төрттік бар. Міне төрттік. Міне төрттік. Жақсы. Алтын айдық. Ал балдар біраз қазір серік түсетінді жасап алайық. Орнымыздан тұрайық. Иә? Қазір. Инелеріңді байқаңдар ақырай. Тақтада көрініп тұр ғой серіксе. Егер саған ұнаса ойыным, егер саған ұнаса, саусақпенен сыртылдат. Егер саған ұнаса, шапалдатты. Егер саған ұнаса, аяғыңмен тастыр. Егер саған ұнаса, айтайықшы, тамаша. Ал отыра қой жұмысымызды ары қарай жалғастырайық. Инелеріңді байқаңдар, не түсіріп алмай. Қолдарын қалыптасты ма біраз түйме тігуге? Ертеңгі күні үстеріндегі курткалерін, киімдерінен түймелер түсіп қалса, мамалармен етпей өзіміз тігіп алуымызға болады. Е? Түйменің түсіне, киімнің түсіне қарай жіпті та. Дұрыс. Мына екеуін тігесің. Байқаса ғой. Бұлай барасың. Параллель деген бар ғой. Мына түймеге мынаны параллель тігеміз. Сен айқастырыпсың ғой. Мына жерде мынау қара. Шықтың ба? Мына айқас деген мынаған барасың. Ұқтың ба? Түсіндің ба? Міне көріп ал. Мынадан өттік бұны. Бұны екі рет тігеміз. Біреулік тіктік. Жібіңнің инеңді түбін түйіншекте түбін. Мына жерде оқушылардың шығармашылығы бар. Біріміздікін біріміз қарап шығайық. Ол мына жерге әкеп қойыңдар. Мына жерге қой. Алтын айдығы, жібек, әнді. Жақсы. Әркім балдар түгелдерін жақсы, өте жақсы орындапсыңдар. Енді өздеріңден жұмысты орындауда қандай кедергілерге кездестіңдер? Айта ғой. Қиындығын айтпай енді басында қиналған кедергілерге кездестің өзің. Мен инеге жіпті қадау кезінде, бүйтіп кіргізген кезінде қиындық болған. Содан қиналдың ба? Түйме қадауды қалай меңгердің тәсілін? Жақсы меңгердім. Жақсы. Өте жақсы. Алтынай? Басында мен жіпті түйіншектей алмай қиын болды. Түйіншектей алмадың ба? Одан кейін артынан үйрендіңдер ме? Жақсы. Түймені қалай қададыңдар? Қиналдың ба түйме қадауда? Кішкене қиналдым. Әлкей? Мен басында түймені тіге алмай жүріп, тігіп үйрендім. Тіге алмай жүріп, үйреніп алдың. Жақсы. Жібек? Түйме тігу кезінде ең соңғысында қалай байлайтынын. Түйіншектеуді, соны ғана нетпей үйрендің бе одан кейін? Жақсы.
Райана. Мен түйіншектерден қиналдым. Содан кейін түйіншектерді үйрендім. Маған түймені қадау кішкене қиындау болды. Сәл ғана қиындау болды ма? Одан кейін үйрендің бе артынан? Тіге? Жақсы. Енді балалар алдарыңдағы стикерге өздеріңнен жаңағы осы бүгінгі алған білімдеріңді бағалап жаңағы бүгін не білдім, маған не ұнады, мен түсінбеген жерлерім болса, ойларыңды жазып, мына жердегі түймелер тез өз ойларыңды айтып, мына жерге де береміз. Күнделіктеріне үй тапсырмасы. Келесі сабаққа біз аяқ киімнің бауынан 2 дана, қайшы, ұзындық өлшеуіш, түйреуіш, ине жіп алып келеміз келесі сабаққа. Иә, балалар? Иә. Оқиғай. Жасын. Иә. Мен бүгінгі сабақта түймені қадауды үйрендім. Ана, иә. Мен барлығын түсіндім. Түсіндік. Жасылға жапсырғайсыз, иә. Ja, Алтынай. Мен бүгін сабақта түйме тігуді үйрендім. Жақсы. Әйна шығады. Мен түйме қадауды жақсы меңгердім. Бүгінгі сабақ маған қызықты болды. Әркей. Мен сабақты түсіндім, түймені қадауды үйрендім. Жақсы. Өте жақсы. Жібек айта ғой. Бүгінгі сабақ керемет өтті. Маған төрттік түйме тігу ұнады. Жақсы. Бәрін түсінікті ғой бүгінгі сабақ, иә? Үйге берген тапсырманы күнделіктермен жазып алыңдар. Келесі сабақта осы заттарды келеміз, жұмыс жасаймыз. Ал жақсы, сау болыңдар.